Айгүл бір жігітпен жүр дейсің ба? Қандай жігіт олай? Біздің мама жұмсаған еді мені. Сізге бір хабар айттым. Тыныш па? Біздің ерке баламыз қоймай жатыр. Сіздің қызыңызға ғашықпыз ғой. Соны ертең мектепті бітірсе, кетіп қалады оқуға деп, соны сырға сап қояйық деп. Қой, Мадина, бұл әлі оқшы, әлі мектеп бітірмеген. Сырға сап қояйық, жүре береді. Ертең Жоқ. студент болса қорқып жатырмыз, біреу әкетіп қала ма деп. Қой, болмайды. Қайным күні түні ұйықтамайды. Жоқ, өзінің планы бар, қойыңдар. Осы сіздің дипломыңыз жоқ, соған қарағанда мектепті онша жақсы оқымаған сияқтысыз. Ой, жоқ, мен мектепте өте жақсы оқығанмын. Бірақ менің арманым салонда жұмыс істеу болған. Салонда? Иә. Ай, Роза, Ағай, келіңіз. біздің үздік оқушымыз Айгүлдің мәселесімен оқуға түсірсек, түсірмеймін деп жатыр екенсіздер. Жоғары оқу орнында ұбт-да жоғары жинап жатқан жақсы қыз еді. Соған үлкен үміт бар қыз ғой енді. Иә, мен де айтқан едім қызыма, бірақ қызым салонда істеймін дейді. Салонның оқуын оқимын да, салонда істеймін дейді. Қызының шешімі солай болып тұр да. Енді бұл салон емес, енді басқа қызметте істейтін қыз еді. Бір жақсылап бір тағы да сөйлесіп көріңіз. Жарайды, онда бір сөйлесіп көрейін тағы. Айгүл, Ал? анау Уәлихан ағай тағы кепті. Оқу жағынан сұрап жатыр. Мынау қыз оқымай ма? Не дейсің сен енді? Түспейсің ба оқуға? Ой, мама, мен сиялында айттым ғой. Қош, мен түспеймін оқуға. Мен салон ашамын, ертең қалаға кетем. Өзім салон ашып, маникюр, шаш сондай істеймін, өзім мастер боламын. Жан қызым, мейлі, айтқан ақ болсыншы. Сөйтіп жүріп, мамам всегда бізге таңдауға өзімізге ерік беретін. Солай Шымкентке жаңа салонға оқуға түстім. Сол жақта жұмыс жасап жүрген кезде, сүйді ол кезде поляда дарбыз егіп, дарбыз сатып жүрді. Екеуміз күнде телефонда сөйлесетінбіз. Бірақ бір күні, қуа дегенсің ғой, осы ол не деді? Ол көп нәрсе айтты. Ол жерде сен туралы айтты. Көп нәрсе. Кеттік қой жұмысқа кешігеміз. Алло, Сидо, сен Айгүлмен жүріп жатырмын деген едің ғой. Мен оны мұнда басқа жігітпен көріп қалдым. Айгүл бір жігітпен жүр дейсің ба? Қандай жігіт олай?